Марио қонжықтың таңғажайып түсі. Марио қонжық қараңғыдан және түрлі дыбыстардан қатты қорқады екен. Қорыққандығынан әке шешесімен бірге ұйықтайтын болыпты. Егер жалғыз жатса, бөлмедегі барлық заттар тарсылдап, түрлі дыбыстар шығарып тұрғандай болады екен. Бір күні түнде Марио түс көреді. Түсінде Марио қонжық көрінбейтін болып қалады. Соның арқасында өз бөлмесіндегі заттардың бір-бірімен қалай сөйлесіп жатқанын естиді. Сонда бөлмедегі үстел былай дейді: Мен Марио қонжықты қатты жақсы көрем. Ол талантты да дарынды. Менімен бірге отырып әдемілеп сурет салады. Қағаздан, ермексаздан түрлі түсті ойыншықтар дайындайды. Бірақ анда-санда менің ағаш аяқтарым сықырлап дыбыс шығарғанда, қонжық одан қатты қорқып қалады. Иә, мен де Марио қонжығымды жақсы көрем, дейді сонда төсек. Қонжыққа неше түрлі тәтті түстерді көрсеткім келеді. Алайда ол менің сықырлаған дыбысымнан қорқып, ұйықтай алмай қалады. Мен де Марионы қатты жақсы көрем. Күнде таңертең ерте тұрып алып, өте мұқият тазаланады. Тісін, беті қолын жуады, айнаға қарайды, шашын тарайды. Менің де қонжықпен достасқым келеді, бірақ мен арқылы келетін су қатты дыбыстар шығарады. Ал қонжық қатты дыбыстардан қорқады. дейді бөлмедегі қол жуғыш. Сол кезде еден де: Бөлмеде жүрген кезде менімен бірге өте көңілді ойнайды. Секірет, жүгірет, отырады. Қатты жүгіргенінде менен де сықырлаған дыбыстар шығып кетеді. Сол кезде қонжықтың қорқып қалатыны рас. деп басқалардың сөзін растай түседі. Таң атты. Марио оянды. Түнде көрген тәтті түсін ойлайды. Барлық заттар оны жақсы көретінін есіне түсіреді. Сол күннен бастап, қонжық Марио қорықпай өз бөлмесінде ұйықтайтын болыпты.